Түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан шарада әр ұлттың ұлттық билері биленіп әннен шашу шашылды. Мұндай іс-шараны ұйымдастырудағы басты мақсатымыз халықты бірлікке шақыру дейді мамандар. Бүгінгі болған іс-шара мемлекеттік тілді біз одан ары дамыту мақсаты. Өйткені өзге ұлттар арасында, өзге этностар арасында біз мемлекеттік дамыту басты мақсатымыз. 4 этаптан тұратын байқау көптің көңілінен шықты. Ең алғашында сайыскерлер өлеңдер жинағын мәнерлеп оқудан сынға түссе, жаңылтпаш және мақал-мәтелдерді жатқа айтудан бақ сынады. Сондай-ақ түрлі ұлттың биін алып келгендер де табылды. Біз үнді мәдени орталығының қатысушыларымыз, бишілеріміз. Біз бұл конкурсқа қатысу себебіміз бізде өзімізге сенеміз, бұл конкурста жеңіп шығамыз деп ойлаймыз. Біз өзіміздің биімізді, өзіміздің орталығымызды өте белсенді қатысамыз. Бұл биді жақсы алып шығамыз деп ойлаймыз. Шара соңында жеңімпаздар да анықталды. Бірінші орын Әзірбайжан этнос ұлт өкілдеріне бұйырса, екінші және үшінші орынды үнді және корей ұлт өкілдері өзара бөлісті. Оларға қаржылай және тұрмыстық техникалардан сыйлықтар тарту етілді.